Республикадағы национальный библиотеканың шындызына пазы бір книга кершіл барды. Ше ол нанеміз 1949 жылды комсомолға шардылып шарық көрген. Ше путусға бірде урабен хайрылыл қалған. Еледі шылмының алнынды қығырғыжы аны аймық шайжынар арызында усыны басылы тап алған. Бастағы көріске ол олың айлы кенді. Ше сыныңды тізің палы жашуқ арлық. Шындыды совет ұзындағы аймық пайыт писательерінің кебілістері сықпырған. Олардың авторлары Хакас шонының саблық олғы Михаил Кельчичаковға аймық алғыстар шетіршелер. Болғанылы аны шақсы арғыз тіпті анықтапшы, ұлық шетігілерге алғапшы. Книгада өдік саблық поэт, драматург Бозада посқолынан танығылар етсалған. Шүз шазына Национальная библиотека уға шапсық сыйық еділді. Мінде біздің писатель, поэтерның алғыс сөстері базлық. Кездім қалзы Юлия Друнинаның, Расул Гамзатовтың алғыс сөстері. Мен пастазыны тұтчам бұл книганы көрзі арлық тергачарев. Біздің библиотекада бұл книга редкий функцияр берілер, анды тұрыр. Челім тапыз книганы библиотека тоғынжылары таңмылып саларлар, қайдық бөлікті қайрылылар сауыннан пілтістік болар. Мұндық сайықтар челім пұлбенчалар, саблық шаяшының прайда тоғыстары национальный библиотекада парлар. Олардың арызынды кебілістір база ойыныр шындыларын, олған ырғаны мұқтарын көрерге шәрер. Михаил Кельчичаков өдік елбі кадыша арылысшызы. Ол пасқызы оғшілі шері су үшін көксінің тұрған. Аның үкі кені кебілізі школа программызы қостыры шақсы таныс. Хорғыстығыша пастылған күнге шебіргі 2 июньға адып библиотекады өдік өнітін көздік темніл парған. Мұнды қығырғыжылар қайына шадың арып азылған аймық книгалар сығарыл парған. Қайда книгалар бар біздің библиотекада. Книгаларының авторлары, историктар, писательдер, журналисттар, ча аралысчылары. Базы пар дипломаттың дневнигі. Ол Великобританияда советское посольствода тоғынған 1934 жылдан 43 жылға сығары аның книгасын көріп алығы чарер. Елбі кадыша тұзында пістің қазны шибіргі 6 миллион азыры кізні шетірсілған, шибіргі миллион ерін ша шолында шатқылған, 1710 город базы 700 азыры ал шуқ еділ барған, совет шоны шері су үшін бар шуқ көзінің тұрысқан.